ежелгі ұлы математиктер. Есімі дүние жүзіне мәлім болып, ғылыми және мәдени мұралары сан ғасырлар бойы ардақталып, ұрпақтан ұрпаққа сақталып келе жатқан ардагер азаматтар тарихта аса көп емес. 1000 жылдан аса уақыт өтсе де, аты ауыздан ауызға жатталып, еңбектері уақыттың, мезгілдің қатыгез сынынан мүлдірмей өткен. Сол адамзат ұлдарының тарих перзенттері Аристотель, Архимед, Әбу Насыр әл-Фараби, Пифагор, әл-Хорезми. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлах ибн Тархан әл-Фараби ат-Түркі ұлы ғалым, энциклопедист. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған әл-Фарабидің толық аты жөні осылай болып келеді. Әл-Фараби 870 жылы Жібек жолының маңызды орталықтарының бірі болған Отырар қаласының маңында дүниеге келген. Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі орталықтары саналған Бұхара, Самарқан, Мерв, Бағдат, Харран, Рей, Кайр, Алеппо, Шам қалаларында болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған. Әл-Фарабидің ғылыми қызметі орта ғасырлық араб-мұсылман мәдениетінің гүлдену дәуіріне, яғни біздің дәуіріміздегі 10 ғасырдағы мұсылман ренессансына сәйкес келеді. Қазіргі уақытта Әл-Фараби ойларының өзектілігі қайтадан арта түсуде. Оның көзқарасында саясат, дін және бақыттың өзара терең қатынасы көрсетілген. Авторлардың бірі Аристотель. Аристотельді енді біреулер 400 кітап жазған десе, енді біреулер 1000 кітап жазған деседі. Аристотель шәкірттеріне бақ ішінде серуен құрып, әңгіме дүкен құрып сабақ берген. Аристотельдің логикасы математикаға үлкен үлесін қосты. Ол геометриядағы дедуктивтілік логикасын ойлап тапты. Қазіргі математиканың іргетасы болып саналатын аксиома анықталған болса, теорема, дәлелдеу Аристотельдің логикасы негізінде анықталған. Архимед ең бірінші болып таза алтын құймасы сол көлемдегі судан 19,3 есе ауыр болатынын байқаған. Бұл алтынның тығыздығы судың тығыздығынан 19,3 есе көп екендігін көрсетеді. Бұл тәж жасалынған материалдың тығыздығы алтынның тығыздығына сәйкес келе ме, жоқ па деген сауалды анықтау үшін жеткілікті болды. Тәждің массасын табу оңай болғанымен, оның көлемін анықтау әлдеқайда қиынға соқты. Оның шешуін Архимед ваннада шомылып жатқан кезде тапты. Және оның қатты толғаныста болғандығы соншама, ваннадан секіріп, «Эврика, мен оны таптым» деп айғайлап жүгірген. Бұл тұжырым тәждің ауадағы және судағы салмақтармен байланысты болды. Осы екі салмақтың айырмашылығы тәж ығыстырған судың салмағына тең. Егер ол судың салмағы мен тығыздығын білсе, ығыстырылған судың көлемін, яғни оған тең тәждің көлемін табар еді. Осының бәрін білсе, оған тәжді жасауға арналған материалдың тығыздығын табуда оңай болатын. Евклид. Евклид ежелгі дәуірдегі грек математигі. Ол математикадан жазылған теориялық алғашқы трактаттың автор. Александрия қарамағындағы мектептің тұңғыш математигі. Оның өмір жайлы деректер жоқтың қасы. Евклидтің басты еңбегі негіздер. Онда планиметрия мен стереометрияның кейбір мәселелері талданған. Сөйтіп ол өзінің бұрынғы грек математикасының одан әрі дамуының іргетасын қалаған. Әл-Хорезми. Араб математигі Әл-Хорезми Бағдатта тұрды. Математика бойынша ол жазған 2 кітабы бүкіл әлемге араб цифрлары мен нөлдің тарауын септігін тигізді. Арифметика және алгоритм терминдері сол жасаған сөздіктері де бізге де келді. Қорытындылай келгенде, ұлы математиктер математиканы дамытуда адамзатты ғажайып жаңалықтармен әлі талай қуантады. Ғылым тарихына көз салғанда, адамзаттың асыл перзенті ашқан ұлы жаңалықтарын тоқтай алмаймыз. Өйткені, басқалармен салыстырғанда бұлардың ойлары орасан зор. Таланттары ерекше биік тұрады. Бұлардың ғылыми идеялары болашаққа өзінің нұрын шашады.